Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерден осындай өте дәмді және тойымды болып шығатын ащы салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен керек заттарымызды дайындап аламыз. Бізге қайнаған ет, қызыл консервированный фасоль, қияр, қызанақ, қызыл болгар бұрышы, фасоль және сұйық май, тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприка керек болады. Етімізді осылай дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Мен сиыр етін алдым, сіздер басқа да ет қолдансаңыздар болады. Ыдысымызға салып етімізді қиярымызды да ұзыншалап дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Салаттың рецебін описанияға жазып қоямын. Осылай турап шығамыз. Қиярымызды да ыдысқа салып, қызыл болгар бұрышын ішіндегісін осылай тазалап алып тастаймыз. Дәл видеодағыдай етіп тураймыз. Осылай турап алдық. Ыдысымызға саламыз. Қызанағымызды екіге бөліп, және тағы да бөліктерге бөліп аламыз. Видеодағыдай ұзыншалап тураймыз. Каналыма жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып алыңыз. Аптасына жаңа рецепттер шығады. Осылай ұзыншалап турап шығамыз. Орташа қалыңдықта турап аламыз. Ыдысымызға саламыз. Қызыл консервированный фасолімізді қосаламыз. Тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, паприкамыз салып, соевый соус қосамыз. Және сұйық майымызды қоямыз. Лимон шырын қосатын боламыз. Осылай лимон шырын алдым. Сіздер дайын лимон шырын қоссаңыздар да болады. Енді салатымызды жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып, және тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар, дәмі сіңіп, тұзы да сіңіп, әдемі дәмді болып тұрады. Тура осы рецептпен жасап көрсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде каналыма жазылып алыңыздар. Ас болсын!